Сәлеметсіздер ме 3 сынып білім алушылары? Қазір бізде жаратылыстану сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы топырақ не үшін қажет? Бүгінгі сабақ мақсаты кейбір ағзалардың тіршілігіндегі топырақтың маңызын түсінетін боласыздар. Оқулығымыздың 6-7 бетін ашып, бүгінгі сабаққа дайындалайық. Дәптерімізді ашып бүгінгі күнді жазайық. 11 қаңтар сынып жұмысы. Күн сондай ыстық, ал топырақ салқын, рахаттай. Біздің ауылдың топырағының ылғалы көп, сондықтан жан-жағымыз жайқалған ағаш. Қарашоқы деп бекер айтылмаған ғой. Қарашоқы деген атау топырақтың түсіне байланысты ма? Не себепті біздің ауылдың топырағының түсі қарада? Сарыөзектің топырағының түсі сары. Ол топырақтың құрамына байланысты. Қане, топырақтың құрамында не бар екенін көрейік. Топырақ ылғалды, құрамында су бар деген сөз. Дұрыс, Дана. Топырақ суды жауын-шашыннан алады. Жауын жауғанда топырақ көпіршейді. Өйткені құрамында ауа бар. Дана, арықтың жан-жағына қарашы. Топырақты су шайып кетіпті. Иә, тек құмы ғана қалыпты. Сонда бұл топырақтың құрамында саз, құм болады деген сөз. Мұнда тек топырақ қана емес, өсімдіктердің ұсақ қиқымдары бар екен. Иә, ағаштың ұсақ қалдықтары, қураған жапырақтар, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қара шірік болады. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Өсімдіктер мен жануарлар қоректенеді. Жануарлардың денесінде қорытылып шыққан заттар мен құстар, түрлі жәндіктер қоректенеді. Ақыры жерде қалған қалдықтары қара шірікке айналады. Топырақта көзге көрінбейтін ұсақ жәндіктер, шылаушындар, өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарын күрделі өзгеріске түсіреді. Осының барлығы қара шірік топыраққа айналады. Ол көзге көрінбейтін жәндіктер топырақты тым көп жасап жіберіп, топырақ көбейіп кетпей ме? Табиғатта небәрі 2 сантиметр топырақ қабаты түзілу үшін 100 жылдан артық уақыт керек екен. Ол топырақты бір сәтте-ақ жел ұшырып, немесе су шайып кетуі де мүмкін. Онда топырақты қорғау керек қой. Топырақтың қорғаныш қабаты өсімдік. Сонда өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады екен ғой. Иә, табиғатта барлық нәрсе бір-бірімен тығыз байланысты. Түсінікті. Алан аға, Сарыөзекке кіре берістегі жазықта жаздың күні де қар жата ма? Сен топырақ бетіндегі ақшыл қабыршақтарды айтып тұрған боларсың. Иә. Ол сор. Сор деген не? Сор деген тұздар. Олар қайдан шықты? Жауын-шашын аз жауғандықтан жер астындағы ылғал топырақтың беткі қабатына көтеріледі, буланады. Ылғалмен бірге түрлі тұздар да жер бетіне шығып қалады. Түсінікті ме? Ол түсінікті. Тек топырақ құрамының топырақтың түсіне қандай қатысы бар? Ат айтып тұрған жоқ па? Егер топырақтың құрамында қара шірігі мол болса, онда... Білдім. Егер топырақтың құрамында қара шірігі мол болса, онда топырақтың түсі де қара болады. Иә, қара шірігі мол, ылғалды топырақ құнарлы болады. Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі. Сонда біздің ауылдың топырағы құнарлы ғой. Иә, біздің ауыл топырағы құнарлы жерде орналасқан. Қайталайық. Топырақ. Топырақтың құрамында су, ауа, құм, саз, түрлі тұздар, қарашірік болады. Егер топырақтың құрамында қарашірігі мол болса, онда топырақтың түсі де қара болады. Ағаштың ұсақ қалдықтары, қураған жапырақтар, өсімдіктер мен ұсақ жануарлардың шіріген қалдықтары барлығы да қара шірік болады. Қара шірігі мол, ылғалды топырақ құнарлы болады.
Құнарлы топырақта өсімдіктер жақсы өседі. Өсімдік топырақты қорғаса, топырақ өз кезегінде өсімдікке пана болады. Балалар, бейнематериалды қарап шықсаңыздар, енді мәтінмен жұмыс жасаймыз. Оқулығымыздың 7-ші бетінде топырақ жайлы мәтін жазылған. Бұл мәтінді дұрыстап тұрып түсініп оқып шығасыздар. Сосын осы мәтіннің мазмұны бойынша 5 сұрақ құрастырып, дәптерлеріңізге оған жауап жазасыздар. Келесі тапсырма: топырақ не үшін қажет? Яғни топырақты қажет ететін нысандарды топырақ сөзімен бағыттама арқылы қосып, суреттердің астына аттарын жазу керексіздер. Ол үшін ең алдымен дәптердің ортасына топырақ деп жазып аламыз. Сосын дәптердің топырақ деген сөздің жан-жақ шетіне, дәптердің айналасына мынау суреттерді саламыз. Оны әдемілеп бояп, астына қажетті сөздерін жазамыз. Сары шұнақ, шұбалшын, найзағай, болт, ағаш, шөп, адам. Және осы заттардың қайсына топырақ қажет, топырақ сөзімен бірге қосамыз. Қай заттарға, қай сөздерге топырақ керек екен. Үй жұмысына 6-шы, 7-ші бетті түсініп оқып, ойлан тапсырмасын орындауды аласыздар. Балалар, ойлан тапсырмасында өздеріңіздің ойларыңызды қорытып, егер топырақ жануарлар мен өсімдіктердің тіршілігіне жарамсыз болып қалса, не болады? Болжамдарыңызды дәптерге 2 сөйлеммен жазып келіңіздер. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыздар.